Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді және жылдам дайын болатын витаминдерге толы салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен бізге қызылшамызды жақсылап жуып, газге қойып қайнатып алатын боламыз. Жарты сағат 45 минутта пісіп қалады. Пісіп қалған қызылшамызды алып, сыртын ашып дайындап алатын боламыз. Және де бізге қажетті заттарымыз чеснок, майонез және кукуруз қажет болады. Қызылшамызды осылай сыртын ашып дайындап алғаннан кейін терканың көмегімен осылай өткізіп алатын боламыз. Қонақ келгенде де жылдам дайын болатын салаттардың бірі. Чеснокты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосатын боласыздар. Бізге көп қажет емес болғандықтан дәмін шығару үшін бір чеснок қостым. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Чесногымызды осылай майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Егерден сіздерде чеснок майдалайтын болса, сонымен майдалап алсаңыздар да болады. Осылай өткізіп алдық. Енді кукурузымыз бен майонезімізді қоссақ болды. Салатымыз дайын болады. Достар, сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Өте пайдалы, қолжетімді рецепт. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа сілтемелерде қалдырып кететін боламын. Егер қажетті рецепттер болса, сол жерден өтіп қарасаңыздар болады. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Майонезімізді қосып алдық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын болды. Достар, қонақтарыңызға бере берсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Сандуғаш.